Сәлеметсіз бе? Біздің кезекті сабағымызға қош келдіңіз. Бүгінгі сабақта біз жасыл договор не үшін келеді? Осы сұрақты талқылайтын боламыз. Сіз кез келген товарды толықтай жауап біткеннен кейін, яғни заявканы жібердіңіз, ұттыңыз, договор қабылдадыңыз, товарды жаптыңыз, акт жібердіңіз, счет фактура жібердіңіз. Осы барлық процесстер орындалғаннан кейін сізге міндетті түрде осындай жасыл договор порталға келетін болады. Ол договор на исполнение. Ол заказчиктің тарапынан, сол заказчиктің уақытының расчетымен арналған договор. Ол негізінде өздігінен кетеді. Бірақ та осы жасыл договорға міндетті түрде ішіне кіріп қарап көрсеңіз. Мысалы, кез келген біреуіне кірдік. Осы жерде обеспечение исполнения деген раздел бар ма? Бар болса, ішіне кіріп қарап көреміз. Кіргеннен кейін, мына жерде бізде накладнойдың фотосы прикрепить етілген ба, соған көз жеткіземіз. Егер де прикрепить етілген болса, барлығы дұрыс болса, онда барлығы дұрыс. Сіз толықтай жаптыңыз, барлық процесс дұрыс жасадыңыз деген сөз. Осымен барлық процесс аяқталады. Тендер жасамен тендер жаса.